Менің есімім Баян Мұхамедқызы. Мен бүгін сіздерге осы Санива компаниясының приложениясы арқылы распределение жасап, адамды қалай тіркеу керек екенін көрсетіп өтейін. Бұл жерде Санива приложениясына кіресіздер. Менде 52.800 теңге бар. Осыған мен бизнес пакет накопление жасаймын. Енді ол үшін сіздер қайтадан шығасыздар да подписать партнера дегенге кіресіздер. Осы жерден подписать партнера. Не осылай қоямыз. И аты жөні аты Светлана Рахметжанова. Осылай фамилиясын тіркейміз. Енді сохранить изменения дегенді басамыз. Пустой контракт дегенді баспаймыз. Енді міне тіркелді Светлана Рахметжанова. Бұл кісінікі S30971, бұл ID номері. Енді осы номерге мен өзімнің жаңа жинап тұрған сумамды жіберемін. Распределить объем. Осыны басамыз. Пользователь. Міне Рахметжанова Светлана шығып тұр. Осы кісіні басқан кезде мен накопительно ол кісіні бизнес пакетке тіркейін деп тұрмын. Бизнес пакетке тіркеу үшін білесіздер, ең бірінші 20 000 болу керек міндетті түрде. 52.800. 800 бәрін құйып жіберемін. Мына жерде бизнес пакет. Міндетті түрде осы жерге өте үлкен мұқиятпен қараңыздар. Лишний покупка кетіп қалмасын. Покуп бизнес пакет дегенді обязательно басу керек. Сосын сохранить изменения. Бағана мне өзімдегі сумаға распределение жасап, адам тіркегем. Сол жерден сообщение келіп тұр. Яғни 16.53-те маған 8 000 теңге активация бонус түсті. Мен 8 000 теңге түсіп тұр. Көрдіңіздер, адам тіркесеңіздер бірден түседі.